Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Соңғы ас және Иуданың опасыздығы. Құтқарылу мейрамының алдында Исаның 12 елшісінің бірі Иуда Исхариот бас діни қызметкерлерге барды. Ол Иса римдік басшыларға қарсы көтерісті бастайды деп үміттенген екен. Ал енді ол түңіліп, ызаға беріліп, Исаны сатып кетуге әзір жүрді. Иуда дін басыларына барып, оларды Исаның оңаша қалған кезінде оның қасына ертіп апаруға уәде етті. Сол үшін олар дүниеқор Иудаға 30 күміс теңге берді. Мейрам күні азанда елшілері Исадан: «Мейрам асын қай жерде әзірлейік?» деп сұрады. Тоқтыны құрбандыққа шалатын уақыт болды. «Қалаға барыңдар. Онда бір құмыра су көтерген адамға жолығасыңдар. Артынан еріп, ол кірген үйге сендер де кіріңдер. Үйдің жоғарғы қабатында біз мерекелік ас ішетін бөлме бар», деді Иса. Кешке олар дастархан басында отырғанда, Иса орамал алып, шылапшынға су құйып, елшілерінің аяқтарын жуа бастады. Петр қызметшілерге лайық жұмысты Исаның атқарғанына қатты таңғалды. Иса түсіндіріп: «Мен сендерге қалай қызмет етсем, сендер де бір-біріңе қызмет жасауға дайын тұрыңдар», деді. Иса бұлармен енді бірге болмайтынын, таяу арада өлетінін білді. Шәкірттері оның жабырқаңғы көңіл күйде екенін сезді. Дастархан басында Иса: «Сендердің біреуің мені ұстап бересіңдер», деді. Олар бір-біріне үрейлене қарап, үндемей қалды. Исаға ең жақын отырған Жохан ақырын ғана: «Бұны істейтін қайсымыз?» деп сұрады. «Мен нанды тұздыққа батырып, кімге берсем сол», деді Иса. Ол нанды Иуда Исхариотқа ұсынып: «Бар да істейтініңді тезірек істе», деді. Сонда Иуда үйден шығып, түнгі қараңғылыққа сіңіп кетті. Сол кеште Иса ұзақ сөйледі. Шәкірттері оның айтқандарын ешқашан ұмытпады. Ол өзінің жолын қуушыларға жанын өлімге қиятындай сүйетінін айтты. «Мен сендерді жалғыз тастамай, сендермен үнемі бірге болып, көмектесу үшін Құдай рухын жіберемін. Ал өзім сендерге орын дайындау үшін Құдайға ораламын. Сосын қайтадан келіп, сендерді өзіме әкететін боламын. Қам жеп, қорықпаңдар», деді ол. Содан кейін Иса Масих бір күлше нан алып, Құдайға шүкіршілік етті де, нанды үзіп, үлестіре отырып: «Бұл менің денем. Осы нанның үзілгеніндей, менің денем де жан тәсілім етіп, мен сендер үшін өлетін боламын», деді. Содан кейін сусыны бар тостағанды алып, тағы да шүкіршілік етті де, оны шәкірттеріне ұсынып:
Бұл менің көп адамдар үшін төгілетін қаным. Менің өлімім Құдай мен оның халқының арасындағы жаңа келісімді бекітеді, деді. Тамақтан кейін олар үйден шығып, қала сыртындағы Гетсимани деп аталатын зәйтүн бағына барды. Жолшыбай Иса елшілеріне таяп қалған оқиғалар жайлы ескертті. Бүгінгі түні бәріңде маған деген сенімдеріңді жоғалтып, мені тастап кететін боласыңдар. Петр: мен ешқашанда бұлай істемеймін, деді. Осы түні әтеш шақырғанша, сен мені танымаймын деп, 3 рет менен танасың, деді оған Иса. Мырзам, мен сізбен бірге өлуге дайынмын, деп Петр қарсылық білдіріп, басқалары оны қостады. Гетсимани бағына кірген соң, Иса, Петр, Жақып, Жохандарды ертіп, бақтың ішкі жағына қарай алысырақ кетті де, ал басқа елшілері оларды күтіп отырып қалды. Иса өзіне ерген үшеуіне: сендер менімен бірге ұйықтамай, Құдайға дұға етіп отырыңдар, деді. Ал қатты қобалжыған өзі біраз арығырақ барып, тізерлей отырып: Әке, егер мүмкін болса, мені азапты өлімнен құтқара көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын, деп Құдайға сыйынды. Ол 3 рет осылай дұға етіп, арасында Петр, Жақып, Жохандардың қастарына қайтып келген сайын, үшеуі ұйықтап жатты. 3 рет оларды оятқанда, бөгде дауыстар естілді. Қолдарында жарқыраған алаулары бар бір топ адам таяп қалған еді. Иуда бастап әкелген ел басшылары мен сақшылары Исаны тұтқындауға келіп тұрды. Алдын ала: кімнің бетінен сүйсем, сол оның өзі, деп ескерткен Иуда Исаның бетінен сүйді. Сонда сақшылар Исаға жақындап, қоршай түсті. Иса қашуға да, қарсылық көрсетуге де тырысқан жоқ. Ал семсерін суырып алған Петр, бас діни қызметкердің малайы Мәліктің оң құлағын кесіп алды. Оған Иса: семсеріңді қынабына сал, деп бұйырып, Мәліктің құлағына қолын тигізіп, жазып жіберді. Басшыларға: қарақшыға қарсы аттанғандай, мені ұстауға неге семсер сойыл алып шықтыңдар, деді. Жауап болмады. Сақшылар оны ұстап әкетті. Ал шәкірттері түгелдей Исаны тастап қашып кетті. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.